Еуразияның дәл жүрегінде орналасқан Қазақстан, Азия мен Еуропа арасындағы құрлықтық транзиттің 80%-ын қамтамасыз ететін логистикалық хаб ретінде маңызды рөл атқаруға тиіс. Мұнда география стратегиялық артықшылыққа айналады. Біз көлік және транзит инфрақұрылымына инвестиция құйып жатырмыз. Оның ішінде бір белдеу, бір жол бастамасы, солтүстік-оңтүстік көлік дәлізі және Транскаспий транзиттік дәлізі бар. We are investing tens of billions of dollars in our transport and transit infrastructure, including the Belt and Road Initiative, the North, South and Trans-Caspian transit corridors. Көршілес елдермен белсенді сауда-экономикалық қатынастар Қазақстанның транзиттік және экспорттық импорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Сыртқы сауда байланыстарының дамуы көлік қатынасының өсуіне, заманауи көлік технологияларын кеңінен енгізуге ықпал етеді. Бұрын шақырымдық кезектер болған жерде, бүгінде цифрлық технологиялар, жылдамдық пен ашықтық бар. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша кеден бекеттерін ауқымды жаңғырту жүргізілуде. Кедендік, көлік, ветеринарлық және фитосанитарлық бақылау енді бір терезе қағидаты бойынша. Атамекен, Қалжат, Қапланбек және Алакөл кеден бекеттері аймақтардағы негізгі транзиттік хабтар. Бұл жай ғана жаңғырту емес, бұл болашақ стратегиясы. Нәтижелер өздігінен айтып тұр. Өту уақыты 9 сағаттың орнына 30 минут. Көлік ағыны 2,5 есеге артты. 600 мыңнан 1,4 миллионға дейін 2 жыл ішіндегі өсім. Рәсімдеу 15 минуттан аспайды. Өткізу қабілеті тағы 25%-ға өсті. Ауқымды қайта құрудан кейін бұл жай ғана өткізу пункт емес, заманауи жоғары технологиялық хабқа айналды. Қазақстан болашақтың кеденін салып жатыр. Цифрлық, қауіпсіз, тиімді. Мұнда уақыт қадірлі, мұнда сенім жұмыс істейді. Кеден, цифрлық платформасы, электронды кезек және жасанды интеллект қазірдің өзінде шекарада жұмыс істеп тұр. Тасымалдаушының құжаттары көлік кабинасынан шықпай-ақ сканерленеді. Барлығы бір терезе қағидаты бойынша бірыңғай цифрлық жүйеде. Инфрақұрылымдық жобаның толық аяқталуы аймақтарды дамытуға, ілеспе бизнес қызметтерін ұйымдастыруға, кеден маңындағы инфрақұрылымды құруға келеді. Бұл Қазақстанның көлік транзиттік әлеуетін арттыруға жақсы серпін береді.